Барлығыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге қызықты деректер каналы әлемдегі ең ірі сүтқоректі жануар кит туралы деректерді ұсынады. Видеоны қарамас бұрын міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сонда сіз қазақ тілді контенттің дамуына өз үлесіңізді қосасыз. Кит әлемдегі ең ірі сүтқоректі жануар. Оның үлкендігі соншалық, тіпті оның тілінің көлемі жердегі пілдің көлемімен бірдей. Ал жүрегінің салмағы 1 тоннаға дейін жетеді. Денесінің ұзындығы 1 метрден басталып 33 метрге дейін, ал салмағы 30 килограммнан басталып 150 тоннаға дейін жетеді. Киттердің терісі түксіз жалаңаш болып келеді. Олардың терілерінің астында май қабаты өте жақсы жетілген. Оның қалыңдығы 18 сантиметрден басталып 50 сантиметрге дейін барады. Бұл дене температурасын реттеуге қатысады. Қарапайым балықтардың құйрығы тік, ал киттердің құйрығы көлденең орналасқан. Олардың салмақтары ауыр болса да, су бетіне 15-20 секундта оңай шыға алады. Өйткені сүйектері кеуекті, іші майлы заттан жасалған. Сонымен қатар, олардың сезу және есту мүшелері өте жақсы жетілген. Су астында әртүрлі дыбыстар шығарып, бағыттарын сол арқылы таба алады. Олар денелерінде сақталған майдың есебінен 8 ай бойы ештеңе жемей өмір сүре алады. Алайда, жаз бойы тәулігіне 2 тоннаға дейін азық жейді. Баласы тәулігіне 450 литрге дейін сүт ішеді. Олардың баласы 4 сантиметрден астам өсіп, 90 килограммдай салмақ қосады. Киттің сүті өте құнарлы. Сиырдың сүтімен салыстыратын болсақ, май 10 есе, белок 3 есе көп. Киттің денесі теңіздің түбіндегі үлкен қысымдарға төзе алатындай дәрежеде жаратылған. Бұлшық еттерінде ерекше ақуызды зат, миоглобин затының болуы су астында 30 немесе 40 минут, кейде одан да ұзақ тыныс алмай тіршілік етуіне септігін тигізеді. Киттің басының үстіңгі бөлігіндегі танау тесігінен су шашатынын көрген боларсыздар. Бірақ сол жер киттің мұрны екенін осы уақытқа дейін біліп пе едіңіз? Киттер мұрындарын тек дем алу және шығару үшін ғана пайдаланады. Ал көпшілік адамдар киттерді сол тесіктен су шығарады деп ойлайды. Қазіргі кезде киттердің 2 тармағы белгілі. Олар тісті киттер және мұртты киттер. Осы 2 тармағына жататын 38 туысы, 80-нен астам түрі мұхиттарда, теңіздерде, тіпті кейбір түрлері өзендерде таралған. Өзендерде таралған түрлеріне дельфиндер жатады. Киттер табиғатта 30-50 жылдай тіршілік етеді. Көпшілік түрі топталып, үйірленіп жүреді. Теңіз жануарларымен қоректенеді. Еске сала кетейік, 1982 жылы 23 шілде күні Халықаралық кит аулау комиссиясы китті коммерциялық аулауға толық тыйым салуға дауыс берген болатын. Және бұл күн дүниежүзілік кит және дельфин күні деп аталды. Міне достар, бүгінге айтар мәліметтеріміз осымен аяқталды. Сіздерге видео ұнады деген ойдамыз. Егер де сізге видео ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Сонымен қатар комментарий бөліміне өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Бұл қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосу болып табылады.